Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен өзім аптасына 2 рет жасайтын бәліштің рецептісімен бөлісемін деп шештім. Және де қамыры мінсіз болып шығатын, ортасы толығымен пісіп, өзіне майды мүлдем сіңірмейтін бәліштің рецептісін осы видеоның соңына дейін қарасаңыз, барлығы толығымен түсіндірілген. Бәліштің қамырын жасау үшін бізге қажет заттар ол ұн, шекер, тұз, ашытқы және жылы су қажет болады. Жылы суымызға тұзымыз бен шекерімізді салып, жақсылап араластырып, ерітіп аламыз. Және де ашытқымызды ұнға салып, осылай ақырындап шанышқымен суымызды құя отырып араластырамыз. Қамырына жылы судың орнына жылы сүт немесе су мен сүттің қосындысы немесе картопты қайнатқан суды қоссаңыз да болады, және де әдемі шығады. Бұл бәліштің қамыры ең қолайлы және де тиімді базардағы бұрыннан келе жатқан пирожки, чебурек және де сосиска в тесте сататын дүңгіршіктерден алынған рецепт. Қамырымызды жақсылап суы тартылғанша шанышқымен араластыратын боламыз. Содан соң қолымызбен осылай түйіршіктер қалмайтындай етіп, ыдысымыз таза болғанға дейін жақсылап илейтін боламыз. Қамырымызды жинап болғанда және де ыдысымыз осылай таза болған кезде қамырымыз қолға жабысатын болады, және де оған артық ұн қосудың қажет жоқ. Ешқандай қолымызды осылай майлап отырып, тағы да қамырымызды 5 минут шамасында әбден илейтін боламыз. Қолымыздағы артық қамырды тазалап жуып алғаннан кейін тағы да осылай столдың үстін майлап аламыз да қамырымызды тағы да созып осындай созылмалы, мінсіз, эластичный деп айтады ғой, сондай қамыр жасап шығаратын боламыз. Және де осындай қолымызға ешқандай қамыр жабыспау керек. Ыдысымызға қайтадан салып, қамырды осындай пищевой пленкамен жауып, қамырымызды шамамен 1-2 сағатқа жақсылап орап, жылы жерге ашыту үшін қойып қоятын боламыз. Енді бәліштің салмасына кірісетін боламыз. 5-6 дана картопты аршып, тазалап, осылай ыдысымызға суымызды құйып, 1 ас қасық тұзын салып, толық піскенше отқа қоямыз. 1 дана пиязымызды ұсақтап 4 бұрышты етіп тураймыз, және де қызып тұрған табамызға май құйып қуыратын боламыз. Пиязымызды қатты қызартып қуырып қажет емес, жай ғана сарғыш түсте болғаны жеткілікті. Осылай араластыра отырып қуырамыз, және де қуырылып болған пиязымызды қақпағын жауып, отымыздың астын өшіріп қойып қоятын боламыз. Картоп піскеннен кейін ыстықтай суын төгіп тастаймыз, және де осылай ыстықтай бөлек ыдысқа салып, дәміне қарай тұзы мен бұрышын салып, картоп езгішпен жақсылап езіп алатын боламыз. Және де толығымен езіп болғаннан кейін жаңағы қуырылған пиязымызды осылай маймен бірге құйып, толығымен барлығын жақсылап араластыратын боламыз. Бізде осындай әдемі картоптан бәліштің салмасы дайын болды. Енді қамырымыздың уақыты келді. Бізде 1 сағаттан уақыт асып қалды. Қамырымыз толығымен көтерілген, әдемі болып. Қамырымыз ашытқының арқасында көтеріледі, яғни арасына ауа жиналады. Ауа дегеніміз ол көмірқышқыл газы. Бірінші көтерілген қамырымызды бір қайтарып, екінші қолдану керек. Сол себептен көмірқышқылың газын шығарып тастаймыз, және де екінші көтерілуге қойып қоятын боламыз. Екінші рет көтерілгенде ғана бөлшектерге бөліп пайдалануға қолданамыз. Екінші рет қайтарылған қамырымызды тағы да жақсылап илеп аламыз, және де осындай ұзын етіп бөлшектерге бөлуге ыңғайлы болсын деп осындай ұзын қамыр етіп жасап алатын боламыз. Және де қолымызбен осылай біртіндеп кішкене бөлшектерге бөлеміз. Менде бұл бөлінген қамырлардан шамамен 11-12 дана орташа бәліштер шығатын болады. Егер сіздер сәл үлкендеу немесе кішілеу қылатын болсаңыздар, тағы да кішкене қосып немесе алып жасасаңыздар болады.
Бұл бөлінген қамырларды кішкентай осындай домалақтарды жасап алатын боламыз. Ешқандай ұн пайдаланбаймыз. Егер қолыңызға немесе столға, дастарханға жабысатын болса, кішкене май құйып, осылай домалақтап алсаңыз болады. Қамырларымыздың барлығын осындай домалақтап болғаннан кейін бетін пленкамен немесе целлофанмен осылай жауып қоюымызға болады. Болмаса қаязып қалуы мүмкін, және де біртіндеп алып кішкене оқтаумен жаямыз. Бір тегіс болу үшін осылай қолымызбен емес, оқтаумен жайған дұрыс. Бұл кішкене бөлшектерге бөлінген қамырларымызды мен көз мөлшерімен бөлген болатынмын. Егер сізде таразы болатын болса, бұл бәлішті барлығы бірдей болсын десеңіз, 50 немесе 60 грамм етіп өлшеп бөлсеңіз болады. Қамырымызды түгел жайып болғаннан кейін ғана салмасын салатын боламыз. Менде 11 дана қамыр шықты және 11 дана бәліш шығатын болады. Енді салмасын салатын уақыт болды. Салмасын бір ас қасық толтырып салатын боламыз. Егер қамырыңызды көп майлап жіберетін болсаңыз, қамырыңыз жабыспай қалатын болады. Қамырыңызды осылай бір-біріне жабыстырып, жақсылап, және де жабыстырылған бетін астына қаратып қоятын боламыз. Келесі бәлішті жасайтын кезде қамырымызды алғаннан кейін астыңғы бөлігіне салмасын салатын боламыз. Себебі астыңғы бөлігі бір-біріне жақсы жабысатын болады. Дәмді бәліш жасағыңыз келсе, осы видеодағы барлық нұсқаулықтарды дұрыс жасайтын болсаңыз, бұйырса бәлішіңіз өте дәмді және әдемі болып шығатынына кепілдік беремін. Бұл бәліштердің салмасына тек қана картоп қана емес, сондай-ақ орам жапырақ және де піскен жұмыртқаға көк пиязды турап салсаңыз да өте дәмді шығады. Барлық қамырларымыздың салмасын түгел салып болғаннан кейін осындай дайын бәліштеріміздің бетін жауып, майымыз қызғанша қойып қоятын боламыз. Шамамен 10 минуттай тұрған бәліш әдемі көтерілетін болады. Майымыз әбден қызып, бәлішті қуыратын кезде бәлішті осылай үстінен сәл ғана басып жіберіп қуырған дұрыс, өйткені ішіне ауа жиналып қалуы мүмкін. Майды орташа отта жақсылап қыздырып болғаннан кейін ғана осылай бәліштерімізді салатын боламыз. Егер майыңыз қатты қызып кететін болса, бәліштің сырты қатты пісіп, күйіп, ортасы піспей қалуы мүмкін. Және де табаға майды қанша мөлшерде құю керек екенін сіздерге дәл айта алмаймын, өйткені әркімнің табасы әртүрлі, және де бәліштеріміз осылай жартылай батып тұратындай етіп майымызды құюымыз керек. Бәліштеріміздің екі жағын осылай әдемі етіп видеодағыдай қызартып қуыратын боламыз, және де артық майынан арылу үшін ыдысымызға салфетка төсеп немесе сүлгі төсеп қоюыңызға болады. Барлық бәліштерімізді тура осылай пісіріп шығатын боламыз. Біздің бәліштеріміз дайын болды. Бізде осындай әдемі түсте, қызғылт түсте бәліш шықты. Барлығыңызға дәл осы рецепт бойынша жасап көруге кеңес беремін. Ешқандай өкінбейсіздер. Дәмі енді өте керемет және ең бастысы ортасы толығымен піскен, өте дәмді бәліш шығады. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет, және де осы каналға тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Және де қазақша каналдың ары қарай өсуіне, дамуына өз үлестеріңізді қосып, лайк басып, поделиться етіп, және де комментарияға өз пікірлеріңізді қалдырып кетуіңізді сұраймын.